Hello everyone. Сәлем барлығыңа. Бүгінгі сабағымыз ағылшын тіліндегі өткен шақтың түрлері. Ағылшын тілінде өткен шақтың 4 түрі бар. Оның бірі міне past simple, өткенде бөлек видео ретінде қарастырғанбыз. Мен бүгін бұл past simple'ды салыстыру үшін қосып отырмын. Past simple аты айтып отқандай, жай ғана өткен шақ. Жасалуда өте қарапайым, дұрыс жетістіктерге ed жалғану арқылы және дұрыс емес етістіктерді біз еске сақтап аламыз дегенбіз. Мен жұмыс істедім. Осы шақта біз бұны I work, мен жұмыс істеймін десек, өткен шақта I worked, мен жұмыс істедім. Және past continuous. Continue деген сөз жалғасу деген. Сондықтан past continuous ол өткен шақта белгілі бір уақытша жалғасып тұрған іс-әрекетті білдіреді. I was working. Мұнда көмекші етістік ретінде to be-дің өткен шақ түрі, және мағыналы етістік ол present participle етістікке ең жалғанған түрі. Осы орайда мен to be және to have жайында естеріңе салайын. To be, to have бұл екі етістік мағыналы етістік ретінде қолданумен қатар көмекші етістік ретінде де қолданылады. To be continuous tense түрде, to have perfect tense түрде қолданылады. To be осы шақта am, are, is болып жіктеледі. Өткен шақта was, were, past participle түрі been. To have осы шақта have, has, өткен шақта had, past participle-да had болады. Ал дұрыс жетістіктер барлығына ed жалғанады өткен шақпен past participle-да. Сонымен бізге керегі міне was, were, өткені бұны біз past continuous-те көмекші етістік ретінде қолданып отырмыз. Мен жұмыс істеп жүрдім деп айтамыз бұны. Жалғасқан іс-әрекет. Past perfect, I had worked. Ол өткен шақта бір іс-әрекет болса, соның алдында ол өткен іс-әрекетті білдіреді. I had worked деген мен жұмыс істегенмін, оның алдында жұмыс істегенмін, бұрын жұмыс істегенмін дегенді білдіреді. Немесе біз мұны мен жұмыс істедім деп те айтамыз. Ол көбірек бізде контекст болған кезде белгілі болады. Қай іс-әрекеттің алдында қай іс-әрекет болды. Немесе қай іс-әрекеттен кейін болды. Past perfect continuous. Past perfect өздерін көргенде to have-тың өткен шақ түрі және мағыналы етістік бұл жерде past participle. Past perfect continuous осы continuous және perfect екеуінде элементін біріктіретін өткен шақтың түрі. Perfect деп отқанымыз бұл шақта да іс-әрекет өткенде болған бір оқиғаның немесе уақыттың алдында болып кеткен. Continuous деп отқанымыз алдында болып жалғасып тұрған іс-әрекет және. Сондықтан мұнда екі көмекші етістік бар. Perfectке байланысты көмекші етістік had, және continuousке байланысты be етістігінің past participle түрі. Бұл екі көмекші етістік бар болады дегенменен өте оңай. Бірінші, екінші, үшінші шақ, жекеше, көпше түрде барлығында да had been бола береді. I had been, you had been, he had been, жолай тағы көпше түрде. Ал негізгі етістік present participle. Бұл сөйлемді біз мен жұмыс істеп жүргенмін деп аударамыз. Мен бұрында, сол кезде жұмыс істеп жүргенмін. Немесе мен жұмыс істеп жүрдім. Біз алдын етістіктер жайында сабағымызда verbs, міне етістіктер. Етістіктердің ағылшын тілінде осындай түрлері болатынын айтқанбыз. Infinitive, present participle, past simple, past participle. Және осы етістіктің түрлерінің мынадай өткен шақ, осы шақ, келер шақ түрлеріндегі қолданысын айтып өткенбіз. Көп оқулықтарда осы етістіктердің ең жалғанған формасы берілмейді. Дұрыс емес етістіктерді тізімдеген кезде көп оқулықтарда міне infinitive, past simple, past participle үшеуін береді. Give, gave, given, take, took, taken деп есте сақтаймыз деп айтқанбыз.
Бүгінгі сабағымыз біздің past tense жайында болады, өткен шақтың барлық түрлері. Past деген міне өткен, past tense өткен шақ. Өткен шақта міне present participle, міне past continuous және past perfect continuous формаларында қолданылады. Past simple, ол past simple tenseде қолданылады. Past participle, past perfect tenseде қолданылады. Осылай, present participle'ды міне кейде participle 1 деп айтады, past participle'ды participle 2 деп айтады. Және осы сұрақтардың жасалуы past continuous'те to be қолданылады. Осы жақта қолданылғандай to be'ді біз I am, you are, he is, she is, we are, you are, they are деп айтқанбыз. Өткен шақта осы to be өткен шақта осылай екі формаға жіктеліп, was, were көмекші етістік ретінде қолданылады және негізгі етістікке ing жалғаймыз. Past simple ол жай ғана дұрыс етістіктерде соңына ed жалғанады, дұрыс емес етістіктерде осылай past simple формасын есте сақтап аламыз. Past perfectте көмекші етістік have етістігінің өткен шақ түрі міне, және де негізгі етістік сол дұрыс емес етістіктерде сол етістіктің participle to формасы, past participle формасы, ал дұрыс етістіктер болса етістікке ed жалғап жасалады. Енді сұраулы сөйлемдерге қысқаша тоқталып өтеміз. Examples, міне questions. Сұраулы сөйлемдер біз өткен сабақтарда осы шақтарды өткен кезде тура сұраулы сөйлемдер, міне сен жұмыс істедің бе, жалпы сөйлемге қойылған сұраулы сөйлемдер қалай жасалатынын көргенбіз. Көмекші етістіктер алдымен келеді, содан кейін бастауыш, содан кейін негізгі мағыналы етістіктер келеді деп. Тура сол сияқты осы past өткен шақтың түрлерінде де солай жасалады. Бастаймыз. Past simple, сен жұмыс істедің бе? Міне осы you worked деген жай сөйлем. Осыны сұраулы сөйлемге айналдырсақ, did you work деп айтамыз. Өткен шақ past simple'да көмекші етістік did. Жай сөйлемдерде көмекші етістік болмайды. Тек қана сұраулы және болымсыз сөйлемдерде ғана осындай did деген көмекші етістік қолданады деп айтқанбыз. Work негізгі етістікке енді инфинитив түрі айналады. Өйткені өткен шақтың мағынасын бұл жерде did алып тұр. Өткен шақ екенін бұл жерде көмекші етістік көрсетіп тұр. Сондықтан did you worked деп айтпаймыз. Did you work? Yes, I worked. Немесе I didn't work. Past continuous. Сен жұмыс істеп жүрдің бе? Сен жұмыс істеп жүрдің дегенде you were working деп айтамыз. Ал енді осыған сұрақ қойсақ, were you working? Не, көмекші етістік алдымен келді, бастауыш, содан кейін мағыналы етістік. Past perfect. Ол қыз алдын жұмыс істеген бе? Ол қыз бұрын жұмыс істеген бе? Жай сөйлемде she had worked. Ол бұрын жұмыс істеген. Көмекші етістіктен бастаймыз бұнда да. Had she worked? Had she worked? Бұл жерде past participle, сондықтан past participle'дың түрі сақталады сұраулы сұрақтарда. Past perfect continuous. Олар алдын жұмыс істеп жүріп беді? Осылай past perfect continuous'тың қазақша мағынасы осылай. Олар оның алдында жұмыс істеп жүріп беді? Әрекет жалғасып тұрған екенін білдіріп тұр. Жай сөйлемде they had been working. Олар сол кезде жұмыс істеп жүреді. Сұрақ белгісін, сұраулы сөйлемде бұл осы екі көмекші етістіктің біреуі алдына келеді, past perfect'тің көмекші етістігі, содан кейін бастауыш, содан кейін барып continuous'тың көмекші етістігі және мағыналы етістік. Болымсыз сөйлемдер жасалуының қысқаша бір мысалдар. Бұл жерде де осы мысалдардан да әр шақтық формадағы көмекші етістіктер мен негізгі етістіктердің жасалуы.
Past simple, сен жұмыс істемедің. You didn't work. Past continuous, сен жұмыс істемей жүрдің. You were not working. Немесе қысқаша түрі, you weren't working. Past perfect, ол қыз оның алдында жұмыс істемеген. She had not worked. She hadn't worked. Қысқаша түрі. Past perfect continuous, олар оның алдында жұмыс істемей жүрді. They had not been working. Немесе they hadn't been working. Ал бұл бетте past continuous, өткен шақтағы жалғасудағы іс-әрекеттің болымды, сұраулы және болымсыз сөйлемдері. Affirmative, interrogative, negative sentences. Жекеше және көпше түрдегі бірінші, екінші жақта түгел қамтылды. I was looking. Was I looking? I wasn't looking. Үш түрлі сөйлемнің құрамы қалай жасалып тұрғаны. Және де осы бетке қарап, тілді жаттықтыру үшін біраз жаттығу жасауға болады. Міне looking деген етістіктің орнына басқа бір етістік, мысалы eating. I was eating, you were eating, he was eating, she was eating. Немесе drinking деп айтатын болсақ, we were drinking, you were drinking, they were drinking. Және қарамай тұрып, осы сөйлемдерді сұраулы сөйлемдерде қалай айту керектігін жаттығуға болады. Және де негатив. Де солай. Көмекке түстен кейін not деген болымсызды білдіретін сөзді қосып. Бұл бетте past perfect'тің дәл сондай топтамасы болымды, сұраулы және болымсыз сөйлемдер. I had had breakfast. Had I had breakfast? I hadn't had breakfast. Осылай жаттығуға болады. Мысалы, I had sent a text. Had I sent a text? I hadn't sent a text. Сол сияқты екінші жақта да, үшінші жақта да әртүрлі етістіктерді осындай орнына ауыстырып, қойып жаттығуларыңа болады. Ал бұл бетте дәл сол сияқты past perfect continuous tense'дегі сөйлемдердің топтамасы. I had been doing it. Had I been doing it? I hadn't been doing it. Немесе жоғарыдан төмен қарай тек қана болымды сөйлемдерге жаттығу жасайтын болсақ, you had been doing it. He had been doing it. She had been doing it. Осы do етістігінің орнына басқа етістікті қоятын болсақ, мысалы, мен email жазып отыр едім, сен email жазып отыр едің. Содан әрмен қарай. I had been writing an email. You had been writing an email. Және де солай жалғастыруға болады. Ал енді біз тура сұраулы сөйлемдердегі сөздердің тәртібін қалай болатынын қарадық. Енді жеке бір сөздерге сұрақ қойып көрейік. Мысалы, міне, had I been doing it? Мен мұны бұрын жасап жүрдім бе? Ал енді сол екінші сөйлемде тура, мына сөйлемнің барлығы тура сұраулы сөйлемдер. Мен әдейі қалдырып отырмын. Сол бір белгілі сөзге сұрақ қойған кезде, біз сол сұраулы сөзді осы сөйлемнің алдына, сұраулы сөйлемнің алдына қоя саламыз. Яғни сөз тәртіптері сол күйі қалады. Тек қана біз itке мына жерге сұрақ қояйық. Мұны дегенге what had you been doing? Міне, what had you been doing? Сен бұрын не жасап жүрдің? Сондықтан біз itті алып тастадық. Өйткені оған біз сұрақ қойып тұрмыз. How had he been doing it? Немесе how had she been doing it? Ол бұрын мұны қалай жасап жүрді? How long had we been doing it? Біз мұны алдын қанша уақыт жасап жүрдік? How long? Қанша уақыт? Where had you been doing it? Сіздер мұны қайда жасап жүрдіңіздер? Why had they been doing it? Олар мұны бұрын неге жасап жүрді?
Осымен бүгінгі видеомыз тамам. Видео созылып кетпес үшін осы жерден бітіремін. Жалғасын мен тағы бөлек видео ретінде қоямын жақын арада. Соған дейін сау болып тұрыңдар. Bye bye for now.